болмайды деп жиі естіміз. Ал неге болмайды екен? Бірге білейік. Дастарханды, тамақты баспа, малды, ыдысты теппе. Өйткені береке осы дастарханнан басталады. Суды сапырма, суға түкірме. Табиғат бізге аманат. Табалдырықты баспа, ол үйдің шегі, ырыстың кіреберісі. Қадірле, сонда бақ тұрады. Кісі мініне күлме, кемтарға күлме. Күлкі мейірім болса жақсы, мазақ болса жаман. Отпен ойнама, оттан аттама, отқа түкірме. Ол қауіпті. Нанды жерге тастама, үстіне басқа зат қойма. Аспен ойнаған әдепсіздік. Пышақты шалқасынан қойма, қауіпсіздік және абайлық. Айға қолыңды шошайтпа. Құдайдың жаратқан нұры жарықтың белгісі деп саналған. Тамақты үрлеп ішпе. Біздің халқымызда тыйым сөз деген бар. Бұл үлкендердің айтқан ақылы, жақсы тәрбиеге бастар жол.